1 желтоқсаннан не өзгермек? Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписка етемелерін бастай кетуді ұмытпаң. Әрбір басқа лайкіңіз үшін қабаттолла қабырғасын сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Астана 1 желтоқсан. Спутник 2024 жылғы соңғы айында Қазақстанда ұялы байланыс қызметтері тағы бір қымбаттайды. Көлік жүргізушілерді де абай болу керек, себебі маусымдық айыппұл салынуы мүмкін. Сондай-ақ сырттан көлік кіргізуге қатысты жаңа талап күшіне енеді. Спутник Қазақстан 1 желтоқсанда болатын негізгі өзгерістерді ұсынады. Ұялы байланыс қаншаға қымбаттайды? 11 желтоқсаннан бастап Билайн клиенттері үшін 20-дан астам тарифтердің бағасы көтеріледі. Енді айына 300 мың теңгеге артық төлеуге тура келеді. Негізгі трафиктік жоспардың гигабайт және минуттары сол қалпында қалады, ал бонус ретінде қосымша қызметтер ұсынылады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.